Aha. Siyip bittің. Енді құрғатасың енді. Көрдің ба? Көрдің ба сен тұрып сисең, Омар? Тұрып сиетін болсаң. Мына жақтың бәрін бұлғайсың, көрдің ба? Мына жақтың бәріне шашырап жатыр. Мына жақтың бәріне шашырап жатыр. Мен көрдің ба? Мына тамшы майда шиды тамшылар, көрдің ба? Тұрып сисең осындай боласың, көрдің ба? Мына жақтың бәріне шашыраттың. Мына жақтың бәріне шашыраттың. Сенен кейін әпкелерің, қарындастарың келіп отырады ғой бұл жерде унитазға. Ана больницада жатқан кезде үстіме әбден сояқта үлкен кісілермен алысумен болдым. Әрқайсының артынан кіріп унитазын тазалап. Содан кейін үйге келіп сенен бастайын деп ойладым. Ол үлкен кісілерді емес, сені тәрбиелеп бастайыншы, осы дұрыс кіші дәретті сындыру деп. Сол үшін сигің келсе, кіші дәретке шыққың келсе. Бүйтіп отырасың да, мына түсіресің да, отырып шығасың, түсіндің ба? Отырып, тұрып емес, отырып осылай. Отырып шығасың. Содан кейін таза болады. Көрдің бе сен зәрін қалай үстіңе шашырайды, мына жақтарыңа шашырайды, қарашы мен. Сен егер далада, сыртта мектепке барған кезде тұрып сиетін болсаң, мына жағың бәрі зәр болады, мына жағың бәрі зәр болады. Көрдің бе? Сият. Көрдің бе? Тұрып сиетін болсаң, мына үстің аяғың бәрі сідік болады, көрдің бе? Мына аяғың бәрі зәр болады мына бәрі. Көрдің бе? Күніне сен 4 рет 5 рет далада ойнап жүріп үйсетін болсаң, сен болды, шалбарың, балағыңның бәрі зәр болады. Туалеттерінде отырғанда сол үшін отыр, үйде отыр сиіңді. Бәріне шашады.